Рахман Әли, жасы 6-да. Туған жері Алматы қаласы, мектебі нөмірі 140-шы гимназия. Жетістіктері: Аяулы анашым атты республикалық байқау, 1-ші орын, 2022 жыл. Тәуелсіздік биік болсын тұғырың, 2-ші республикалық фестиваль байқау, 2-ші орын. Фест көктем республикалық байқауы, 2-ші орын. Тай жарыс сайра бұлбұл байқауы, гран-при. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менде Жұлдыз Болам YouTube арнасында біздің кезекті сұхбатымыз. Бізде бүгін қонақта кішкентай балапан, жас өнерпаз, республикалық байқаулардың жеңімпазы Рахман Әли. Әли, қош келдің, қалайсың? Жақсы. Қалың жақсы ма? Күшті анандай ма? Көңіл күйің қалай? Керемет. Ұйқың қанды ма? Иә. Жасың нешеде сенің? 6-да. 6-дасың ба? 1-ші сыныпта оқисың ба? Нөлі бойда оқисың ба? 1-шіге. 1-ші сыныпта оқисың ба? Қандай мектепте оқисың? Мұғалім Хатаев. Мектебінде оқисың ба? 140-шы мектеп. 140-шы мектеп. Туған жерің қай жер? Қай жерде тұрасың? Қазақстанда. Қазақстанда тұрасың ба? Қазақстанның қай жерінде тұрасың? Алматында. Алматыда тұрасың ба? Алматының өнерпазы екенсің ғой, Енді, Әли, сен байқауларға көркем сөз оқумен қатысасың, Неше жасыңнан бастап өлең оқисың? 5 жастан. 5 жасыңнан бастап өлең оқисың ба? Ең бірінші қандай өлең оқыдың? Шешесен бақыттысың. Шешесен бақыттысың? Сол маған бір шумағын оқып берші. Есіңде ма? Иә. Есіңе түсіп оқып берші, күшті қол. Мұғалім Хатаев, шешесен бақыттысың. Шешесен бақыттысың жуамағын. Жай түсіп жатқанда да қуамадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағанын, сондықтан жуамағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Мен де өзінде өлмейтін асылданмын. Таусылып өз-өзінен шашылмағын, байырғы бергенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына. Өзім кебір тоз басыма. 2 жыл жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ғой сөз басына. Керемет, рахмет, Әли. 5 жасында оққан өлең әлі есіңдеген керемет. Енді саған осы өлең оқуды кім үйретті? Ұстаздарың кімдер сенің? Кім сабақ береді саған? Бекзат ағай, Ләззат апай. Ләззат апай сабақтан, Бекзат ағай курсынан. Көркем сөз курсынан саған сабақ береді. Бекзат ағайың үйрете ма оқу? Қанша өлең жаттадың қазір? 7. 7 өлең жаттадың ба? Кімнің өлеңдерін жаттайсың? Бірыңғай Мұқағали Мақатаевтың өлеңін оқисың ба? Тағы қандай өлеңдерін оқып жүрсің? Абай атаның. Абай атаның. Кеше байқауда қандай өлең оқыдың? Отан сен болмасаң не етеді? Көркем сөз өнері бойынша сен байқауларға қатысып жүрсің ғой, Қандай байқауларға қатыстың? Көп байқауға қатыстың ба? Көп. Аттарын білесің ба байқаудың? Ұмытып қалдың ба? Жоқ, кішкенесін білем. Кішкенесін айтпашы маған. Мен Жұлдыз Боламын. Нешінші орын алдың байқаудан? Байқаудан 2-ші орын. 2-ші орын алдың ба? Негізі байқауларға көп қатысасың ба? Бас жүлде 1-ші орын алып жүрсің ба байқаулардан? Жарайсың, керемет. Енді мектепте сабағын нешемен оқисың? 5 аласың ба, 4 аласың? 5-пен оқисың ба бірыңғай? Ең күшті көретін сабағың қандай? Қандай пәнді ұнатасың? Математика, дене шынықтыру. Дене шынықтыру. Көркем сөзден басқа үйірмелерге қатысасың ба? Қандай үйірмеге? Домбыра, сурет салу болды. Домбырадан күй үйреніп жатсың ба? Қазір үйрендіңдер ме күй? Иә. Қандай күй үйрендіңдер? Васадули в огороде, жаңбыр, тау, Ергемай. Солар. Солар ма? Жаңағы домбырада неше жасынан бастап сабақ алып жүрсің? 6 жасымнан. Енді бардың ба домбыраға? Жоқ. Қазір сен алып тасың ғой. Иә.
Туған күнің қашан? Туған күнім қыста. Қыста? Өтіп кеттің ба туған күнің уже? 6-ға толып кеттің ба? Иә. 7-ге толдың ба? 6-да. 6-ға толдың ба? Әлі мектепте достарың көп па? Иә. Ең жақсы көретін досың кім? Кіммен көп ойнайсың? Арафат, Абылай. Арафат пен Абылаймен ойнайсың ба? Мектепте? Енді болашақта кім болғың келеді өскен кезде? Әкем сияқты мейірімді адам. Мейірімді адам болғың келе ма? Арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Керемет. Өмірде кімге ұқсағың келеді? Өнерде немесе кімдерді үлгі тұтасың? Кім сияқты болғың келеді? Әкең сияқты болғың келе ма? Иә, анам. Әкең мен анаң сияқты болғың келе ма? Керемет. Енді маған айта қойшы, болашақта қандай мамандық иесі боласың? Актер боласың ба? Әлде спортшы боласың ба? Кім боласың болашақта? Актер боласың ба? Спортшы боласың ба? Актер. Актер боласың ба? Актер болғың келе ма? Енді Али, егер мен сені киноға түсуге шақырсамшы, кімнің рөлін ойнағың келеді? Білмеймін. Білмейсің ба? Күйшінің рөлін ойнайсың ба? Әлде өлең оқитын нелердің рөлін ойнайсың ба? Или спортшы боласың ба? Или суретші болып ойнайсың? Сурет саласың ғой, иә? Күшті саласың ба суретті? Кішкене күшті. Кішкене күшті ма? Үйірмесіне қатысып жүрсің ба суреттің? Онда сен суретші болып ойнасашы, күшті болады. Е? Киноға түсіруге шақырсам келесің ба? Оған көп дайындалу керек, е? Ұстазыңмен көбірек дайындал. Енді Али, өзің сияқты өзің қатарластарыңа қандай тілек айтасың? Ауырмаңдар, жақсы болыңдар. Ана әкелеріңді тыңдаңдар. Керемет тілек, е? Енді Али, сұхбаттың соңында мен сені бір өлең сұрағым келіп тұр. Өзіңе ұнайтын бір өлең оқып берші. Отан, сен болмасаң не етеді? Давай, оқып бер ал. Мұхали Мақатаев отан. Отан, сен болмасаң не етем? Мәңгілікке бақытсыз болып өсерем. Өмірден бұл өксуменен кетерем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі құрбайды да сорбайды. Тірі адамға сол қайғы. Күн көреді, әкесіз де анасыз. Өмір сүрер, әйелсіз де баласыз. Ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Білесің бе отан сен не екенін? Екі өмір жоқ, әрине жоқ, екі өлім. Екі отан жоқ, жалғыз отан мекенім. Ой, керемет, Али. Өлеңді күшті оқиды екенсің. Өлең тақырыбы да күшті, өзің туған жеріңе, отаныңа арналған. Болашақта осы біздің Қазақстанның, өзің тұратын Қазақстанның үлкен азаматы бол. Сені көріп біз қуанайық. Бүгін маған уақыт бөліп, сұхбат беруге келгеніңе көп рахмет. Үлкен азамат бол, ата-анаңның қуанышы бол. Мен саған тек сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Сау саламатта болыңыздар.